19 ғасырдың бас кезіндегі кіші және орта жүздегі хандық биліктің жойылуы. Ресей империясының стратегиялық мақсаты. 18 ғасырдың аяғына қарай Ресей Евразиядағы ең ірі державаға айналуға ұмтылды. Қазақ даласы Азияға шығатын жол, сауда керуендері өтетін аймақ, шекараны қауіпсіздететін буфер аймақ ретінде ерекше маңызды болды. Сондықтан патша үкіметінің мақсаттары қазақтарды Ресейге толық бағындыру, далада өзіндік билікті әлсірету, шекара бойындағы тұрақты бекіністер орнату. Ішкі саяси жағдай. 18-19 ғасырда қазақ қоғамында ру аралық қатынастар, мал және жайылым үшін талас барымда көбейді. Осындай жағдайда Ресейге тәртіп орнату деген сылтаумен араласуға мүмкіндік берілген болады. Хандық биліктің әлсіреу себептері. Хандарды енді халық емес, Ресей бекітетін болды. Хан билігі ру басыларына толық өтпей, билік бөлшектеніп қалды. Әр жүздің хандары бір-бірімен және Ресеймен саясат жүргізудегі әлсіз болды. Ресей бөліп ал да билей бер принципін қолданған болатын. 1822 жылы орта жүздегі хандық биліктің жойылуы. Сібір қазақтар туралы жарлығы. Бұл құжаттың мәні хандық билік ресми түрде тоқтатылды. Орнына округ, болыс, ауыл басқару жүйесі енгізілді. Округта аға сұлтан басқарды. Олар 3 жылға сайланғанмен сайлауға Ресей ықпал етті. Халық Ресей хандарына бағынған болатын. Орта жүздегі соңғы хан Уәли Абылай ұлы ханның өлімінен кейін жаңа хан сайланбады. Бұл орта жүздегі хандық дәстүрдің заңдық тұрғыдан аяқталуы болды. Округтер ашылды. Қарқаралы 1824, Көкшетау 1824 жылы. Кейін тағы бірнеше округтер құрылған болатын. 1824 жылы кіші жүздегі хандық биліктің жойылуы. Орынбор қазақтарының басқару ережесі. Бұл құжатқа сәйкес кіші жүздің соңғы ханы Шерғазы Айшуақ ұлы тақтан түсірілді. Кіші жүз 3 бөлікке бөлінді: батыс, орта, шығыс бөліктер. Әр бөлік аға сұлтан немесе дистанциялық бастық басқарды. Барлық билік Орынбор генерал-губернаторына бағынған болады. 16 ғасырдың Ресейдің отарлау тетіктері. Әкімшілік басқару толық өзіне алу, округтер мен бекіністер саны артты. Өскемен, Семей, Қапал, Ақмола, Көкшетау және тағы да басқа бекіністер қазақ даласын қоршап тұрды. Салық жүйесі. Қазақтар жыл сайын міндетті түрде төленетін салықтарға бағындырылды. Мал салығы және борыш салығы. Ресей заңдарын енгізу. Қазақ билері шығарған биліктер бұрынғыдай күшін жоғалтты. Дауларды шеше алатын билер соты әлсіреген болатын. Қарсылық қозғалыстары және шиеленісу. Санжар Қасымұлы көтерілісі 1820-30 жылдары. Саржан сұлтан Ресей енгізген жаңа тәртіпке қарсы халықты ұйымдастырды. Ол хандық билікті қалпына келтіруді талап етті. Екінші Жоламан Тіленшіл бастаған көтеріліс 1822-24 жылдар аралығында жер мен жайылым мәселесінен туған. Ресейдің бекіністер салуына қарсы болды. Үшінші Исатай Махамбет көтерілістері 1836-38 жылдары. Хандыққа ғана емес, отарлауға қарсы ірі қозғалыс. Кенесары Қасымұлы көтерілісі 1837-47 жылдар аралығында. Хандық билігі толық қалпына келтіруге тырысты. Ресейдің жаңа әкімшілік жүйесіне қарсылық ретінде туды. Бұл қозғалыс хандық биліктің жойылуына тікелей салдар болған болатын. Хандық биліктің толық жойылуы. 19 ғасырдың соңына қарай орта жүзде хандық мүлде болған жоқ. Қазақ даласы Ресейдің құрамындағы әкімшілік аймаққа айналды. Жаңа басқару жүйесі қалыптасты. 1867-68 жылдардағы реформалардан кейін округтер уездерге айналды. Қазақ даласы Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу облыстарына бөлінді. Қазақтың саяси тәуелсіздігі әлсіреді. Қазақ қоғамында өз ішінде басқару мүмкіндігін жоғалтты. Барлық шешімдер Омбы, Орынбор, Санкт-Петербург арқылы қабылданды. Назарларыңызға рахмет.